Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз аяқты жоғарыға көтеріп жатудың пайдасы жайлы сөйлесетін боламыз. Видеоны толық көріп шығыңыздар. Біздің каналды тіркелусіз 98% көрермендер көреді екен. Командамыздың жұмысын бағалап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетулеріңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Аяқты жоғары көтеріп жату қарапайым жаттығу болғанымен, оның денсаулыққа көптеген пайдасы бар екенін білесіз бе? Бұл жаттығуды йогада көп қолданады. Адамдар физикалық жаттығуға аса көп мән бермейді. Дегенмен, ол адамның денесін сергітіп, дене мүсінін жақсартып, көптеген аурулардың алдын алатын әдіс. Артық салмақтан құтыла алмай жүргендерге үнемі жаттығу жасап жүрген жөн. Егер артық салмақ болмаса, онда денсаулықты сау күйінде сақтап тұру үшін белгілі бір жаттығуларды анда-санда жасап тұрған дұрыс. Сондай пайдалы жаттығулардың бірі аяқты жоғары көтеріп жату. Бұл жаттығуды орындау үшін ешқандай да спорттық техника, арнайы киімдер керек жоқ. Қабырға болса болды. Осы жаттығуды күнделікті істеп жүрсеңіз, физикалық және эмоционалдық жағдайыңыздың жақсарып келе жатқанын бірден байқайсыз. Жаттығуды таңертең де, кешке де істей беруге болады. Кешке күні бойғы аяғыңызға түскен ауыртпалықты кетіресіз. Таңертең түсетін ауыртпалыққа аяғыңызды дайындайсыз. Аяқты жоғары көтеріп жатуды дұрыс орындау үшін арқаға жатып, аяқты 90 градусқа жоғары көтересіз. Тізені бүгуге болмайды. Бас пен дене төсекте немесе жерде. Иықтарыңыз босаңқы бір деңгейде болуы қажет. Мойын мен белдегі ауыртпалықты басу үшін белдің астына білікше, яғни валик қойыңыз. Өзіңізді ыңғайлы, босаңқы сезінуіңіз керек. Жеңіл және бір қалыпты демалыңыз. Бұлшықеттеріңіздегі ауыртпалықтардың кетіп жатқанын бірден сезесіз. Өзіңіздің жағдайыңызға қарай осы қалыпта 20 минутқа дейін жатыңыз. Жаттығуды аяқтаған соң бастапқы позицияға оралу үшін тізеңізді бүгіп бірнеше рет терең дем алып, асықпай орныңыздан тұрыңыз. Егер жаттығуды ұйықтар алдында жасасаңыз, төсектен тұрмай, әрі қарай ұйықтап қалуға тырысыңыз. Аяқты жоғары көтеріп жатудың 13 артықшылығы. Бірінші, асқазан ішек жолдарының жұмысы, қан айналымы жақсарады. Тамақ жақсы қорытылып, ішекке пайдалы заттар тез әрі толық сіңеді. Тамаққа деген тәбетіңіз ашылып, іштің қатуы да болмайды. Ішті жүргізетін дәріні де ішудің қажеті жоқ. Екінші, аяқтың ісінуін азайтады. Аяқты жоғары көтеру аяқтың ісінуін азайтады. Ісінудің бірнеше себебі бар. Бүйрек, жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруы, тамырдың варикозды созылуы, кейбір дәрілік препараттарды қабылдағаннан, аз қозғалғаннан, артық салмақтан, лимфа жүйесінің зақымдануынан. Дәрігерлердің айтуынша, аяқты жоғары көтеру ісінуді азайтады, аяқтың қан айналымын жақсартады. Жұмыс күнінің соңында аяқтың ісінуі қалыпты жағдай болып кеткен. Сол себепті кешкісін бірнеше минутқа осы қалыпта жата қалып, аяғыңыздың шаршағанын басыңыз. Үшінші, аяқтағы ауыртпалық сезімнен құтылу. Бұл жаттығу көп жүретін адамдарға жақсы. Тігінен тұрғанда ең көп ауыртпалық аяққа түседі. Сондықтан 20 минутқа аяқты көтеріп жатып, бұл симптомдардан құтылыңыз. Төртінші, қан айналымын жақсартады. Аяқты тігінен көтеру жүректің жұмысын жеңілдетеді. Күнделікті жүрек өзі арқылы үлкен көлемде қан өткізеді. Жылдар бойы жүрек өз функциясын жақсы атқарып келеді. Бірақ сыртқы факторлардың әсерінен жүректің жұмысы қиындайды. Ол артық салмақ, зиянды әдеттер, темекі шегу, арақ ішу, жүрек ауруының тұқым қуалаушылығы, ұзақ уақытты статикалық жүктеме. Жүйелі түрде аяқты жоғары көтеру организмді оттегімен байытуды жақсартады. Бұл артериялық қысымы жоғары адамдар үшін пайдалы. Бесінші, жүйке жүйесін тыныштандырады. Бұл жаттығуды орындағанда терең демалатындықтан денеңіз босаңсып, аяқтағы ауырлық азайып бара жатқанын сезетін боласыз. Физикалық тұрғыда жағдайыңыз жақсы болса, жүйке жүйеңіздің тыныштықта болуына тікелей әсер етеді. Тұрақты жаттығу стресспен күресуге және ішкі жан дүниеңіз тыныш болуына көмектеседі. Алтыншы,
беліңіздегі ауруды жеңілдетеді. Бел ауруы жас кәріге қарамай көптеген адамдарды мазалайды. Оның пайда болуының түрлі себептері болады. Ең жиі кездесетіндері остеохондроз, буындардың қабынуы, омыртқадағы грыжа, омыртқаның қисаюы. Белдің ауруы адамның бірталай күнделікті қызметін шектейді. Егер қатты ауырсыну болса, дәрігерге қаралған жөн. Егер қай жеріңіз ауыратынын біліп, және ол тұрақты сізді мазалайтын болса, аяқты жоғары көтеріп жату бұл мәселені шешуге көмектеседі. Бұл жаттығудың орындалуын жеңілдету үшін, сүйекке қатты ауыртпалық түсірмес үшін белдің астына білікше жастық қойса болады. 7. Стресспен күресуге көмектеседі. Біз бұл жаттығудың жүйке жүйесіне жақсы әсер ететіні туралы айтқанбыз. Ұйқыны жақсартып, жан тыныштығына жақсы әсер етеді. Сізге стресс пен психикалық жүктемемен күресу оңайға түседі. Қазіргі заманда адам ағзасына тыныштық пен демалу мүмкіндігін беріп отыру керек. Ең жеңіл және оңай жолы үй жағдайында аяқты жоғары көтеріп жату. Бұл жаттығуда парасимпатикалық жүйке жүйесі қосылады. Ол барлық ағзаның жұмысын баяулатып демалдырады. Қосымша пайдасы адамның өмірінің сапасы мен эмоционалды жағдайына тікелей әсер ететін ауырсынулар мен ісінулерден құтыласыз. 8. Ұйқыны жақсартады. Аяқты көтеріп жату медитация сияқты. Жаттығуды жасаған кезде толығымен тынығып жеңілденесіз. Ол ұйқыны реттеп, терең әрі тез ұйықтауға әсер етеді. Қан айналымы жақсаратындықтан адам ағзасы өзінің функциясын жақсы атқара бастайды. 9. Етеккір кезінде болатын ауырсынуларды жеңілдетеді. Бұл күндері қатты ауырсынуларды аяқты жоғары көтеріп жату азайтатынын бәрі біле бермейді. Кейбір жағдайларда дәрінің де орнын алмастырады. Бұл күндері физикалық жаттығулар жасауға болмайтындықтан аяқты көтеріп жату ең қолайлы түрі. Себебі ол белсенді физикалық қозғалыстарды талап етпейді. Ауырсынуларды осы поза арқылы жеңілдетіп көріңіз. Оның қаншалықты пайдалы екенін сезгенде таң қалатын боласыз. 10. Зат алмасу процесін іске қосады. Жаттығу кезінде ағзаның қан айналуының жақсаруы барлық клеткалардың өмірлік циклін ұзартады. Ол дегеніміз зақымданған жерлер тез қалпына келіп, регенерацияны жақсартады. Әсіресе варикозға ота жасатқан адамдар үшін пайдалы. Әрине, дәрігерлеріңізден кеңес алған соң. 11. Аяқ сіңірлері созылады. Бұл эффект белдің ауырғанында жақсы. Себебі белдің астыңғы бөлігін созып ауырсынуды азайтады. Қабырғаға қаншалықты жақын жатсаңыз, соншалықты аяғыңыздың сіңірлері созылады. Бірақ байқаңыз, тым қатты кірісіп кетіп, сіңірлеріңізді үзіп алмаңыз. 12. Жамбас мүшелерінің қан айналымын жақсартады. Аяқты жоғары көтеру жамбас аймағында микроциркуляцияны жақсартады. Ол дегеніміз жамбас мүшелері мен бұлшықеттердің тынығуы мен ауырсынулардың кетуі. Әсері одан әрі жақсы болсын десеңіз, беліңіздің астына валик немесе жастық қойыңыз. 13. Геморройдың алдын алу әдісі. Бұл ауру қанның геморриалды тамырларда тұрып қалуынан пайда болады. Оған әкелетін отыруы ұзақ жұмыс пен ауыр көтеру. Аяқты жоғары көтеру геморройдың алдын алуға тиімді әдіс. Ағзада қан айналымы жақсаратындықтан қанның тамырларда тұрып қалуы болмайды. Егер сізде геморрой болатын болса, бұл жаттығу ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Жоғарыда аяқты көтеріп жатудың 13 артықшылығы жайлы айттық. Барлық айтылғанның дәлелі ол өзіңіздің жеке тәжірибеңіз. Жаттығуды өзіңізге тексеріп көріңіз. Нәтижесі көп күттірмейді. Бір дегенде үлкен өзгеріс байқамауыңыз мүмкін. Бірақ күнде жасап отырсаңыз, нәтижеге жетуге болады. Егер сізде жоғарыдағы аурулардың ешқайсысы болмаса, онда жұмыстан соң кешкісін аяқтарыңыздың шаршағанын басу үшін жасап тұруға болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың пайдасы жайлы жақындарыңыз бен достарыңызға айтыңыз. Жүгіру, бассейнге түсу, спортпен айналысуға кейде уақыт жетпей жатады. Сол кездері көп уақыт пен күш алмайтын, кешке ұйықтар алды аяқты 20 минутқа жоғары көтеріп жатыңыз. Бұл жаттығу
арнайы құрылғылар мен көмекшіні қажет етпейді. Үйінде кішкентай баласы бар, жаттығу жасауға уақыттары жоқ жас аналар үшін де керемет таңдау. Белдің немесе мойынның астына валик қоюды ұмытпаңыз. Демалғанда терең бір қалыпты демалып, қолыңызды екі жаққа қойып, алақаныңызды ашып, жоғары немесе астыға қаратасыз. Егер сізде қандай да бір ауру болса, жаттығу жасар алды дәрігеріңіздің кеңесін алыңыз. Аяғыңызды ұзақ уақыт көтермеңіз, себебі аяқтың қан айналымы баяулайды. Ең тиімді уақыт 20 минутқа дейін. Комментарийге міндетті түрде жаттығу ұнады ма, қандай нәтиже берді, сізге пайдасы тиді ме, жақындарыңызға жаттығуды жасауға кеңес берер ме едіңіз, соны жаза кетіңіздер. Каналда тағы да көптеген пайдалы қызықты видеолар болады. Сондықтан арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған тек қазақша арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.